Осы видеода мен Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Лайбұлақ деген ауылға бардым. Ол Лайбұлақ деген ауылды маған подписчиктерім жазған болатын. Ол ауылда өзінің қорқынышты оқиғалары бар екен. Соны мен өзім тоқтаған үйдегі үлкен кісілер маған сол оқиғаны айтып берді. Енді сол оқиға шын ба, шын емес па? Соны бүгін осы видеода тексеретін боламыз. Мен осы ауылдағы ең қорқынышты заброшенный мектепке кірдім. Сендермен мен Жақсылық Бақытжан, біз бастаймыз. Осы Лайбұлақ деген ауылды маған подписчигім инстаграмда жазған болатын. Және мен оны қарастырып, осы жаққа әдейі келіп тұрмын. Егер сен де сөйтіп өз қалана келіп, сенімен бірге видео түсірсін десеңдер мені, то маған инстаграмға жазыңдар. Мен оны қарастырам, фотоларын көрем, және де келем, бірге видео түсіреміз. Ал біз кеттік. Түнде дауыс шықты. Бала жылаған сияқты болды ма, ешкі маңырағандай болды ма, бірдеңе болды. Иттер жым-жырт, бірақ ана дауыс шыға берді. Мен ойладым, мен не болып тұр мынау деп далаға шықтым. Түнгі сағат қарасам, түнгі сағат 3. Не болып қалды мынау деп. Сонымен кішкентегені бір фонарикім болған, соны ала салдым. Барсам, дауыс шығады. Ол чөптердің ар жағынан где-то бір 100-200 метрдей жерден. Сонымен дауысқа қарай жүре бердім, біреудің малы қалып қалды ма екен, лағы қалып қалды ма екен деп жүре бердім де. Содан кейін барсам, бір қара ешкі өзен ішінде тұр, шыға алмайды өзен ішінде, жалғыз өзен ішінде тұр. Ананы қарадым, алдым да қайта келгенше тағы да дауыстар шығарып тұрды. Мен шошып қалдым екен деп жүгіріп барып, арқан алып, қайта барып, арқанды салып, шалма тастап, ана ешкіні алып шығып, сүйреп отырып үй жаққа алып келдім, светтің астына қойып, иттер жым-жырт, бәрі тып-тыныш, не үрмейді. Ешкіні ана прицеп тұрған, прицепке байлап қойған. Иттер қамысылаған сияқты болды. Мен өзім дәретке отырайын деп, бұлай таман кетіп қалып, дәретке отырып, артыма қарақасам, әлгі ешкінің прицепке байлап қойған жіпка нелініп тұрған. Ешкі жоқ. А өздеріңізде ешкі болған жоқ? Ол кезде ешкі болған жоқ. Ана күндерде балаларды айтып жүрді ғой, өзен жақтан дауыс шығады. Сонда енді ана ешкіні сүйреп отырып алып келдім, ешкі екен деп ойладым. Ешкі емес болып шықты ол енді. Басқа немене бір жын шығар енді. Сол жақтан мына шөптің ар жағында, сол ешкіні де мен сол жақтан басып ұстап алғам. Бізде мына арада өзі осы мая шөпті үйледі ғой, соның ар жағында постоянно сондай дауыстар шығады. Біз үйреніп алдық оны, елемейміз, бармаймыз, бісмілләмізді айтып. Ешкінің дыбыстар шығады? Ешкінің маңырағаны болады, кейбіреуде күледі. Күле ма? Шығады, иә. Бірақ кішкентай бала бүйтіп маңырап, жылаған сияқты болып болады. Достар, короче, біз локацияға келдік. Локация өте кішкентай екен. Міне зданияда көрініп тұр. Өте кішкентай. Мен барғандардан өте кішкентай. И қазір желі болса кешірім сұраймын. Мен жанымда қазір Мерлен деген бала тұр. Осы ауылдікі міне Мерлен. Камераның алдында бірінші рет тұрсың, иә менің? Бірінші рет тұр, так что достар, айып етпеңдер. Өзі серьезный бала. Осы ауылдікі тұр. Кетіп кірейікші, мында что-то желі болып тұр. Осы заброшкада ма сен айтқан ана өлеңдерсе? Заброшка адамдардың көбісі жоғалмайды. Үшім жақта түнгі 12-де жүрсең, тұяқты қыздар жүреді, әппақ болып кәдімгі. Тұяқты қыздар? Иә. Қандай кішкентай? Кішкентай осындай. Да, ну нафиг. Құламен ойнап кәдімгі. Құламен? Бірақ адамнан емес, көп адамнан естіп, мектепке көп адам жоғалмайды қазір. Мынау мектептің спорт залы ма несі? Иә, мектептің спорт залы бар. Спорт залында көп мекен дейді мына жақтарда. А мектеп өзі не өзі сын қалды ғой мектеп. Достар, короче, мектеп өзі сын қалған осындай. Так, бісміллә. Ар жақта не бар? Ар жақта спорт залы бар. Қорқынышты болды, вообще келіп көрмеппін. Қойш, қорқып па? Ё-моё, байқа. Так. Осындай екен ғой спорт зал. Блин, артында біреу жүрген сияқты болды. Прикинь?
осындайды. Баскетбольный не ғой? Площадка. Ажақты не бар? Ажақты, походу, түк жоқ, Ошақта бар дейсің ба? Иә, ошақта бар. Сағат қанша 12-ден асса келіп шығады ғой, Сағат қанша болды? Сағат, 23:39 болды. 20 минут бар. Естің бе? Толстый шығып. Жозефине? Қаяқтан шықты? Мына жақтан. Тоқылдаған толстый шығып отырмыз. Сол ғой сол. Шыштық. Қазір мен. Толстый шығып отыр. Естіліп отыр ма саған? Естідің ба? Стекло қозғалды. Так, что-то бірдеңке сезіп тұрмын мен. Так. Давай қазір бірдеңке айтамын, сен шошыма, Мұнда біреу бар ма? Мұнда біреу бар болса, бір белгі бер. Ой! Что? Что за фигня? Ё. Что за фигня, бро? Мен сенбейтін едім маған негізі шынымен. Тасалаш, бро. Ой, блядь. Что за фигня? Кім ей? Бляха-муха, мен. Қандай нәрсе болады? Ай, блядь! Қандай нәрсе болады? Қандай нәрсе болады? Қандай нәрсе болады? Ай, блядь! Fuck, блядь, fuck.